Ей, Джонни! Ау, Майкл! Мына қазақтың қызы беш бармақтың қалай жасалатынын айтар емес. Қойш, онда оны суға ағызамыз. Біз сені суға ағызамыз, қазақтың қызы. Айт! Ой, мама, қорқып кеттім. Айтпайым, түсіндің ба? Айтпайым. Даже тұздықтың қалай жасайтынын айтпайым. Ат ал, ат! Ойбай, Джонни, мына қазақтың қыздарының барлығы шеттеріне батырма не бәле? Қазақтың қызы, мен саған ат басындай алтын берем. Ойна. Маған десең пілдің басындай алтын бер. Айтпайым. Мынау менің шыныма тиін деді. Джонни, атпа! Мен қазақтардың осал жерін білем. Қойш, мынаған қалай қарайсың? Құрт! Онда бірінші құртты бер. Little figure bigger than gorilla cause I'm killing every jigger that try to be on my stuff. Better cuff your man if you with him, I can get him cause he accidentally slip and fall on my... Ой, шәкәрім, менің балалық шағым сен үйіңде өтті ғой, сен үйіңнен шықпайды дедім ғой мен. Налар әлі тұр ма? Кіре бер. Шәкәрім, жер айтып келдің. О, кеттік, ойнаймыз. Кел. Ешкілердің бәрі бақалып кетіп қалды. Ақырын, папа шыбаған. Мас, біздің баба үйге бірге шығып. Мен Люкеңді талам. Мен жақсы талам. Люкеңді 6 секунд басыпсан сына. О, мен сені ұттым. Сен ойнай алмайсың, мен сені осымен миллион ұрат тұттым, сан жетпесірек. Неге сен маған ойнай алмайсың деп айтасың, неге ұттай бересің? Ұттым өйткен. Ол кетаны қызып кетті, болды мен қайтамын. Қайтпашы. Жоқ, мен қайтамын. Қайтпа, кешкі ойнаймыз, қайтпашы. Жоқ, Арман, қайтпашы. Арман, ойнайықшы пожалуйста. Сен алып бетіне өле. Апай, шәкәрімге 3 қоймақ қойыңызшы апай. Бір жолға кешіріңізші, 4 қойып беріңізші. Келесі жолы оқиын. Мен шәкәрім үшін жауап берем. Ол көңілмен түсірген досым. Біз жігіттер екеуміз ғой, неме істеп тұстар, шакалы. Нормально, брат, өзінде. Нормально. Менің мұрым сынған сәт. Зато достоин таяқ жетіп, келесі жол біздің уақыт болады, біз де жасап тастаймыз. Досым. Молодец, досым, аяма. Не болды? Досыңның бір қателігін кешіре алмай қалдың ба не? Әділет, мен сен кешіре алмаймын. Сен менің досым емессің. Давай. Дайын емеспін, апай. Осы сен ақ оқымайсың. Бір қарынайды, бір құмалақ шіртет дейді. Сен біздің сынып шіртіп жүрген. Болашақ жоқ, надан. Үстінде формасы жоқ. Менің балам әдет дұрыс айтады. Болашақ жоқ, надан. 4 фабрикасы бар, 2 базары бар. Абдуллаев Шәкәрімнің базарында тұрмыз қазір. Міне ағамыздың өзі де келді. Ағамыздан бір сұхбат алайық. Ассалаумағалейкум, аға, сіз аға осындай жағдайға қалай жеттіңіз? Бала кезіңізде, мектеп кезіңізде қандай болдыңыз аға? Бауыр, менде уақыт жоқ. Жұмыстан адаммын мен, бауыр. Я достар, бұндай кісілерді түсінуге болады. Бұл кісі ерігіп жүрген жоқ, бизнес шаруаларымен жүр. Бірақ ол кісінің біз класс жетекшісін атып берген болатынбыз. Ал енді класс жетекшісімен сұхбат. Сәлеметсіз бе? Сіз жалпы Шәкәрімнің мектеп кезінде қандай бала болған туралы? Керемет бала болатын. Ол енді озат оқушы болады. Мен бала кезде айтқам ол балаға, әй сен бір жерден шығасың деп. Мен өзімнің баламдай көрем ол баланы. Өзімнің баламен оқыған. Керемет оқыды, озат оқыды бар ғой. Сөзім жоқ. Болды ма? Шәкәрім балам, әй Шәкәрім.